Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз салық, яғни қандай қарыздарыңыз бар, мемлекеттік органдарға, сонымен қатар зейнетақы, әлеуметтік аударымдар, сонымен қатар басқадай аударымдардан қарыздарыңыз бар ма, жоқ па, осыны тексеретін боламыз. Солай болса, біз Google іздеу жүйесіне кіре отырып, kgb.gov.kz деген сайтты қарайтын боламыз. Сол жерде сол сайтқа кіреміз. Кіргеннен кейін барып, яғни қазақша, орысша, қазақша қойғақ жарайды. Қазақша қойсақ, салықтық берешегі жоқ екені туралы мәлімет дегенге кіретін боламыз. Сол жерде мынау ЖСН деген жерге өзіміздің ЖСН-імізді жазатын боламыз. Мен өзіміздің жазып көрейін. 8700 К. Жақсы жаздым. Енді қарап көреміз. Іздеп жатырмын, менде ешқандай берешек жоқ. Зейнетақы, әлеуметтік сақтандыру бойынша, әлеуметтік аударымдар бойынша, сонымен қатар ауылдық округтегі бүкіл қатысты салыққа қатысты төлемдерде ешқандай қарыз жоқ. Осылай өздеріңіздің қарыздарыңызды тексеріп алуларыңызға болады. Төменде жүктеу батырмасын баса отырып, біз өзіміз PDF нұсқамен автоматты түрде жүктеп аламыз. Олай болса, бүгінгі шығармыз аяқталды. Канал ұнаса, менің каналыма жазылып, лайк басып, коммент қалдырып кетулеріңізді сұраймын.